қараша бүгінде ауылдық мәдени ұйымдастыруымен спорт серігінің атты мекемелер арасындағы шағын футбол жарысына қош келдіңіздер дейміз. Мекемелерде ойнасын деп осында бір ұйымдастырған жайымыз бар. Осыған жеміс жасаған жұмабай ағаларымызға рахмет айтқым келеді. Қолдау көрсеткен дене шынықтыру спорт бөлімінің несіне, сосын мәдениет ұжымына бір әдемі ойын болсын. Бүгін бір демалып қалайық. Құтты болсын. Ұлттығыма тең, жарқыра жалында, шарпылып жалынға, намысты ері еш қор болмас, ері болмай дос, ел болмас, қыраным, ұраным, дем беріп тұрамын соқ. Жарыса алыса, таңда болса жоқ, шаршама қиын сәт басқа түскенде, тәуекелге бер бұл шаршы алаңға шық, дем беріп қолдайды елің сені де. Жарқыра, жасай бер елімнің футболы. Оре, биікке, бастай бер нұрланып нұр жолы. Оре, жарқыра, жасай бер елімнің футболы. Оре, биікке, бастай бер нұрланып нұр жолы. Букмекерлер қызуда, бүгінгі күн сенікі, әлемде ел жиналып шынымен де назар салуда. Күтетіні доп қақпаға гол соққанның иесін, отырып жатсаң айқайлап қошемет деп шулар жеңілсін. Астана, Ертіс, Қайрат, Ордабасы, Тобыл, Ақтөбе, Шахтер, Атырау, Қызылжар. Спорт сері қауым өңіріне бүгінде ауылдық мәдениет үйін ұйымдастыруымен шағын футбол арасында, мекеме арасында футбол өз мәресіне жетті. Тартысты ойын өрнегін көрдік. Енді бүгінгі бір ауыз сөз бүгінде ауылдық мәдениет директоры Токио Мырзахметұлына сөз берсек. Құрметті бүгін қатысушы балдар, рахмет сіздерге бүгін уақыттарыңызды бөліп келіп осында ойнап, жақсы ойын болды, керемет. Үздік қақпашы номинациясына ие болған Пайдырахманов Мирлан марапатталды. Үздік қорғаушы номинациясына ие болған Оразбек Асылбек марапатталды. Қорғаушы номинациясына ие болған Сусындыбаев Ағынет марапатталды. Үздік ойыншы номинациясына ие болған Қайратжанов Тоқтар марапатталды. Футбол жарысына белсене қатысқан үшін Бүгінсай ауылдық мәдениет ұжымы марапатталады. Шағын футбол жарысында 3-ші орынға ие болған үшін Ақтұр мешіті командасы марапатталады. Жарқыра жалында, шарпылып жалынға, намысты ері еш. 2-ші орынға ие болған Бүгінсай спорт кешені командасы марапатталады. Тұрамын соқ, жарыса алыса, таңда болса жоқ, шаршама қиын. 1-ші орын ие болған Бүгінсай мектеп гимназиясы командасы марапатталады.